Бәріне сәлем. Бүгінгі дәрісте біз сізбен веб-сайт құрылымын, веб-сайттардың түрлерімен, веб-сайтта құруға деген қадамдармен жақынырақ танысамыз. Жалпы веб-сайт дегеніміз не? Веб-сайт дегеніміз желідегі барлық ақпаратты сақтайтын маңызды құжат. Веб-сайттардың біз сан алуан түрлерін білеміз. Ақпараттық веб-сайттар, интернет-дүкендер, визитка веб-сайттар және тағы да басқа. Ендеше біздер веб-сайттың түрлерімен жіктелуіне толығымен кірісейік. Веб-сайттың алғашқы түрі бұл бізде лендинг пейдж деп аталынады. Лендинг пейдж ол бір беттен тұратын сайт болып табылады. Бұндай сайттардың мақсаты оқырманға ақпаратты жеткізу немесе оқырманнан деректер жинау. Енді осындай сайттарға мысал келтірелік. Бұл бізде лендинг пейджға жатады, яғни бір беттен тұратын сайт. Бұл жерде біздер осы компания туралы барлық маңызды ақпаратты ала аламыз. Яғни еңбек өтілін анықтай аламыз, еңбек сапасын анықтай аламыз, складтың ауданын көре аламыз, өнімдермен таныса аламыз. Және де өнімдерінің әрқайсысының қандай мақсатта қолданылатынын көре аламыз. Маңызды ақпараттар жинай аламыз. Және ең бастысы кері байланысқа қажетті мекен жайын, телефон номерін және де поштасын анық көруімізге болады. Осындай бір сайттың ішінде барлық ақпараттарды осылай продуктивны түрде беретін болса, ол бізде лендинг пейджға жатады. Лендинг пейдж басқа сайтқа өтпей, осы бір сайттың ішінде ғана бізге бүкіл қажетті ақпараттарды беріп отырады. Енді лендинг пейдждің өзінің ішінде бірнеше подтиптері болады. Біріншісі ол бір беттік құрылымды интернет-дүкендер. Жаңағы көріп отырғанымыздай, бұл бізде картон сататын интернет-дүкен. Бұл жерде біздер оны осы батырманы басу арқылы, осы кнопканы басу арқылы біздер атымызды жазамыз және де телефон номерімізді қалдырамыз. Және де өзімізге қажетті енін және де биіктігін анықтау арқылы бізге қажетті картонды заказ берсек болады. Қаншасы керек, соншасын заказ берсек болады. Бұндай сайттарда бір батырма арқылы осы ешқай сайтқа ауыстырмай-ақ, осы сайттың ішінде бізге қажетті өнімімізді заказ бере аламыз. Келесі бұл визиткалық сайттар. Визиткалық сайттарда негізі жеке адамдар заказ береді бұндай сайттарға. Ол жерде өзінің аты жөні, фамилиясы және де мейлі, номері көрсетілген, қаласы. Бұл жерде негізі портфолио ретінде көрініс табады. Ол өзі туралы негізгі ақпаратты береді, суретін салады, өзінің көрсете алатын қызмет түрін көрсетеді және де сізге таңдау мүмкіндігін береді. Міне оның жұмыстары көрсетілген және де қай жерде қалай тауып алуға болатындығын көрсеткен. Осындай сайттарды біздер жеке адамға арналған сайттарды визиткалық сайттар деп атаймыз. Келесі ол бізде сұрақ-жауаптарға арналған сайттар, немесе квиз сайттар деп аталынады. Ол белгілі бір сұрақтарға жауап беретін және сол арқылы белгілі бір сайтқа өткізетін сайттарды айтамыз. Веб-сайттың келесі түрі ол кәсіпорындарға арналған веб-сайт. Кәсіпорындарға арналған веб-сайт үлкен бірнеше беттік құрылымды сайттар болып табылады. Бұндай сайттардың лендинг пейдждан басты айырмашылығы олардың көп беттілігінде. Мысалы, мына веб-сайтқа қарастырайық. Бұл веб-сайт бізде кәсіпорындық үлкен веб-сайт болып табылады, яғни кәсіптік веб-сайт. Бұл жерде біздер негізгі дәрігерлік көмекті анықтай аламыз. Қажетті ақпараттарды, акциялар, қандай жаңалықтар болып жатырғандығын бақылай аламыз. Өзімізге қажетті медициналық көмек түрін байқай аламыз және де тағы да басқа адрестары көрсетілген. Егер де біздер мына кнопканы басатын болсақ, ол кезде бізді басқа веб-сайтқа жібереді, яғни веб-страницаға жібереді. Яғни бұл жерде біздер өзімізге керекті жақын жерде тұрған медициналық пунктті бақылай аламыз және де записаться арқылы біздер сол жерге тіркеуге тұруымызға болады, ол жайлы бүкіл ақпаратты білуімізге болады. Яғни бұл жерде әрқайсысы үшінде сондай нәрсе жасайды, яғни әрқайсысы белгілі бір бетке көшіреді. Яғни осы арқылы
бізде бұл веб-сайттың өзі үлкен және де кәсіптік үлкен веб-сайтқа жатқызамыз. Келесі веб-сайт түрі бұл интернет-дүкендер. Интернет-дүкендер интернет желісінде белгілі бір өнімді сату үшін қолданылатын веб-сайттар болып табылады. Бұндай сайт ретінде біздер мысалға lamoda.kz сайтын алдық. Бұл жерде біз өзімізді қызықтыратын нәрселерді таңдай аламыз және оны бағасын көре аламыз, качествосын көре аламыз, оған жақсы баға бере аламыз және де оны корзинаға алу арқылы біздер өзіміздің размерімізді, өзімізге қажетті ақпараттарды белгілеп, біздер оны сатып та аламыз. Неге мысалы корзинада менде жаңағы белгілеген нәрселер түсіп тұр. Осындай маңызды рөл атқаратын сайттарды интернет-дүкендер деп аталынады. Келесі бізде веб-сайттың түрі ол форумдар. Форумдар оймен бөлісетін немесе оймен алмасатын веб-сайт түрі болып табылады. Бізде ондай веб-сайтқа барлығымыз білетіндей және де программистердің жеке көп отыратын сайты Stack Overflow-ды айта аламыз. Бұл жерде біз өзімізге қажетті сұрақты қоя аламыз және де оған белгілі бір жауап ала аламыз. Осы веб-сайттың құрылымын форумдық веб-сайт түрі деп аталынады. Келесі веб-сайт түрі бұл ақпараттық. Есімі айтып тұрғандай-ақ, бұл веб-сайттар бізге белгілі бір ақпарат беру үшін қолданылады. Яғни біз мысалы bbc.com секілді сайтты алуымызға болады. Бұл жерде біздер әлемде болып жатырған ақпараттармен танысамыз, және де кризис болып жатыр ма, және де қандай тағы да информациялар болып жатыр, солармен біз етене жақын таныса аламыз. Осындай сайттардың мақсаты ол бізге ақпарат беру. Веб-сайттың соңғы және де маңызды түрінің бірі қызмет көрсету және бағдарламалық веб-сайт. Бұндай веб-сайтқа біздер aviasas.kz сайтын алдық, мысал ретінде. Бұл сайтта біздер өзімізге қажетті маршрут түрін бақылай аламыз және де сол арқылы бізге қажетті ақпаратты өзімізге ала аламыз. Ақпараттық және де қызмет көрсету және бағдарламалық сайттың екеуінің ұқсастығы, бұл екеуінің де басты мақсаты ақпарат беру болып табылады. Енді біздер сайтты құру қадамдарымен жақынырақ таныссақ. Ең біріншісі ол бізде интервью, оны бізде менеджер немесе дизайнер жүргізеді. Бұл ең маңызды қадам болып табылады. Яғни бұл жерде бізге белгілі бір клиент өзінің тапсырысын береді. Ол тапсырысты берген кезде ол кісінің ойындағы веб-сайт қалай көрініс табады, немесе оның ішінде қандай ақпараттар қамтылған, соның барлығын біздер жақсылап ұғынып алуымыз керек осы қадамда. Яғни біздер клиентке қажет емес дүниені жасап қоймас үшін жақсы ақпаратпен қамтамасыз болуымыз керек осы бірінші қадамда. Келесі маңызды қадам ол бізде дизайн. Дизайнды көбінесе дизайнерлер қолға алады. Дизайн дегеніміз не? Сайттың қандай құрылымды болуы керектігі, негізгі түсі қандай түс болуы керектігі, шрифті, стилі және визуалдық көрінісі осы қадамда көрініс табады. Мына жерде бізде мудборд деген нәрсе қолданылған. Мудборд деген бұл бізде қосымша клиенттің қандай нәрселердің ұнататындығын осы тақтаға бедерлеу арқылы бізге оңайырақ болады. Яғни мысалы клиент негізгі сурет ретінде осы суретті алған, анимациялық текст ретінде осындай анимацияны қалаған, шрифті мынандай болғанын қалайды, немесе слайдер функциясы осылай жұмыс істегенін қалайды. Және де осындай батырмалардың, яғни кнопкалардың болғанын қалайды. Бұл жерде мудборд арқылы, яғни біздер жалпы визуализацияны қалыптастырамыз. Келесі ол бізде текстік үлгі. Текстік үлгі дегеніміз біздің веб-сайтымызда қандай ақпарат болуға тиіс және де қандай ақпарат болмауға тиіс. Соны маңызды баса осы назар аударатын тұсы. Келесі бізде бұл визуалдық үлгі. Визуалдық үлгі дегеніміз біздің веб-сайтымызды тапсырыс бергеннен кейін біз енді оны өзіміздің ойымызша қалыптастырамыз. Яғни белгілі бір жерде, мына жерінде меню болуы керек, мына жерде батырмасы болуы керек, мына жерде суреті болуы керек деген секілді осындай суреттер арқылы біздер
өзіміздің ойымызды қалыптастырамыз және де оны мысалы мынандай ретінде жасап шығарамыз. Мынандай веб-сайт ретінде жасап шығарамыз. Мынау біздің прототипіміз. Ал бұл бізде дайын болған веб-сайттың бейнесі. Келесі бұл бізде дизайн макет. Яғни арнайы дайындалған дизайн макеттер арқылы біздер тағы да өзіміздің веб-сайтымызды дизайнын әдемірек етіп, клиенттің көңілінен шығуымызға болады. Келесі және де ең маңызды бөлік ол бізде сайттың негізін құру, яғни фронтенд мамандары жасайтын жұмыс. Осы курста сіздер осы нәрсені толығымен игере аласыздар. Және де сайттың негізін құру ол өте маңызды бөлік болып табылады. Себебі HTML, яғни сайттың қаңқасынсыз және де CSS, яғни сайттың дизайн стилінсіз сіздің сайтыңыз мүлдем жұмыс істемейді. Яғни сіздің сайтыңыз дүниеге келмейді. Келесі ол бізде JavaScript деп тұр. JavaScript дегеніміз, яғни сіздің сайтыңызға кірген юзер веб-сайтпен жүзеге асатын қарым-қатынас. Яғни белгілі бір кнопканы басқан кезде, оның белгілі бір ақпарат шығаруы немесе әртүрлі сондай функционалдық іс-әрекеттер осы JavaScript арқылы жүзеге асады. Келесі қадам бұл бізде программалау тілі немесе бэкэнд. Бэкэнд мамандары жасайтын бұл іс ең маңызды істердің бірі болып табылады. Яғни бұл жерде бізде сайттың функционалдығы ретінде қарастыруға болады. Әртүрлі алгоритмдер, әртүрлі тілдер, программалау тілдері арқылы біздер юзермен қарым-қатынас құра аламыз. Яғни ол бізге мысалы жаңағыдай интернет дүкендеріндегідей корзинаға салынғаннан кейін корзинадан ол нәрсенің оплата жасалынуы, SMS-тің сізге келуі, код подтверждение секілді әртүрлі нәрселермен сізбен веб-сайттың қарым-қатынас орнатып отыруы осы бэкэнд мамандарының арқасында жүзеге асады. Келесі маңызды және де соңғы қадамның бірі ол біздің істің алға жылжуы болып табылады. Яғни оны SEO немесе таргетологтар жүзеге асырады. Біз веб-сайтты клиентке ұсындық. Енді клиенттің өзіне клиенттер енуі үшін және де клиенттердің көңілін осы веб-сайт аударуы үшін оған реклама жасалыну керек және тағы да басқа нәрселер орын алуы үшін осы мамандар өзінің көп үлесін тудырады. Яғни SEO дегеніміз не? SEO дегеніміз Google немесе Яндекс секілді ақпарат іздеу алаңдарында біздің сайтымыздың сұранысқа ие болуы. Яғни біздер интернет-магазин деп жазатын болса, интернет-дүкен деп жазатын болса, бізде Flip.kz, Chocomart секілді нәрселерді шығып беруі осы SEO мамандарына байланысты. Келесі бізде бұл текст түріндегі жарнама және таргеттік жарнама. Бұл біздің сайтымызға көңіл аудартады, яғни контекстік, яғни текст түріндегі жарнамада, егер де біздер купить картон деп іздейтін болсақ, ол жерде қай дүкенде жақсырақ екендігі, қай дүкенде арзанырақ екендігі көрсетіледі. Ал таргеттік жарнама дегеніміз юзер туралы ақпарат жинай ала отырып, өзінің өнімін ұсыну. Егер де мысалы мен студенттік сайттарға кіретін болсам, ол жерде маған рекламаға қымбат әшекейлер шықпайды. Эссені қалай жазу керек, мен сенің орнына диссертация қорғап бере аламын деген секілді жарнамалар осы кезде көрініс табады. Яғни бұл дұрыс жасалынған таргеттік ходты көрсетеді. Яғни таргеттік жарнаманың дұрыс жасалынғандығын көрсетеді. Достар, ендігі кезекте біздер фронтенд, яғни сайттың ішкі құрылымын анықтауды түсінейік. Фронтендті біздің курсты бақылау арқылы толығымен игере аласыздар. Фронтендтің өзі негізгі 3 бөліктен тұрады: HTML, CSS және де JavaScript. HTML ол бізде программалау тілі емес, бірақ ол сайттың негізгі қаңқасы. Сайттың ішінде қандай элемент болатыны, қандай текст болатыны, қандай тегтар, қандай батырма болатындығын барлығын осы HTML страницада жазамыз. Келесі ол CSS. CSS ол біздің HTML-ымызға сән беретін тіл болып табылады. CSS арқылы біз батырманың түсі қандай болатыны, оның ішіндегі жазуы қандай болатыны, шрифті,
оның өлшем бірлігі барлығы қандай, мына жердегі мына элемент қандай түсті болатындығы барлығы осы жерде жасалынады. Келесі ол бізде JavaScript, яғни бізде функционалдық мүмкіндіктері, яғни белгілі бір батырманы басу арқылы біз қандай нәтижеге жете аламыз. Мысалы, бір батырманы басу арқылы менде мынандай страница шығады. Сол страницаны көрініс табу осы JavaScript-ке байланысты. Өз кезегінде HTML-дің Pack арқылы, CSS-тің SAS және де Less секілді, Bootstrap секілді библиотекалары және JavaScript-тің React, Angular, Vue, jQuery секілді библиотекалары бар. Бұл библиотекалардың барлығын және бұл фронтендтің ішкі детальдарын біздің курсты меңгеру арқылы сіздер игере аласыздар. Жалпы келесі кезекте бұл бізде backend мамандары PHP, Node.js, Python, Ruby, CMS, ақпарат базасы арқылы жұмыс жасайды. Яғни PHP-дің ішіне Laravel мен UI2 кіреді, Node.js-қа JavaScript-тің бір бөлшегі секілді ол Express.js кіреді, Python-ның ішінде Django арқылы жасауға болады, backend-ті Ruby on Rails арқылы жасауға болады, CMS-та WordPress, OpenCart және Joomla арқылы жасауға болады. Ал ақпарат базасы ретінде, яғни маңызды ақпараттарды сақтайтын, ақпаратпен жұмыс жасауға мүмкіндік беретін MongoDB, MS SQL және де MySQL атты бағдарламалар болады. Мінекей достар, бүгінгі біздің видео дәрісімізде аяғына келіп жетті. Бүгін біздер бұл видео дәрісте веб-сайт түрлерімен жеке таныстық, лендинг пейдж не екендігін түсіндік деп ойлаймын, және де веб-сайт құру қадамдарымен жеке таныстық, фронтенд пен бэкендтің басты айырмашылығы және оған кіретін құрамдас бөлшектермен таныстық. Келесі сабақтарда асыға күтулеріңізді сұрай отырып, сіздерге келесі кездескенше дейміз.